Армысыздар, тыңдарман. Каналыма қош келдіңіз. 61 жасымда алғашқы махаббатыммен қайта үйлендім. Үйлену түнінде оның арқасын көргенде қатып қалдым. Биыл 61-ге толдым. 8 жыл бұрын әйелімді жоғалттым. Ұзаққа созылған аурудан кейін ол өмірден өтті. Ал үйімде үнсіздік пен бос кеңістік қана қалды. Балаларым ержетіп, өз отбасыларын құрған. Айына бір рет қана келіп кетеді. Дәрі-дәрмек пен аздаған ақша тастап, асығыс қайтып кетеді. Мен оларға ренжімеймін. Әркімнің өз өмірі бар екенін түсінемін. Бірақ жаңбырлы кештерде шатырға тамшылар тырсылдап соғылып, терезеден жел ысқырғанда төсекте жалғыз жатып, жалғыздықтың салмағын қатты сеземін. Кенеттен тағдыр мені тосын сыймен қуантты. Facebook ақтарып отырып, оны кездестірдім. Алғашқы махаббатымды, мектеп жылдарында оның жарқын күлкісі, ойнақы көздері мен иығына төгілген қоңыр шашы мені баурап алатын. Сол кезде мен университетке дайындалып жүргенмін, ал ата-анасы оны кенеттен Батыс Подолияның байжігітіне тұрмысқа берді. Сөйтіп біз айырылысып кеттік. Арада 40 жылдан астам уақыт өткен соң ғана тағдыр бізді қайта жолықтырды. Ол 5 жыл бойы жесір болып, кіші ұлымен бірге тұратын. Ұлы жұмыс бабымен жиі іссапарға шығатын. Біз хат жаза бастадық. Кейін телефонмен сөйлестік. Бірге кофе ішуге кездестік. Мен оған үнемі кішкене себет алып бардым. Алма, үйдің тәттілері мен денсаулыққа арналған қоспалар. Бір кеште мен әзілдеп айттым. Біз кәрі жандар, қайтадан үйленсек қалай болады? Бір-бірімізге серік болармыз. Көзіне жас толып кетті. Бірақ ол жымиып басын изеді. Сөйтіп, 61 жасымда алғашқы махаббатыммен қайта шаңырақ көтердім. Үйлену тойымыз қарапайым, бірақ әсерлі өтті. Мен қою қоңыр түсті зығыр пиджак кидім. Ол кестелген ақ көйлек пен шашын лентамен моншақтаппен байлады. Достар мен көршілер бізді ғашық жасөспірімдерге ұқсатты. Шынымен де өзімді қайта жас сезіндім. Кешкісін қонақтар тараған соң аула тынышталды. Сол сәтте біздің алғашқы неке түніміз келді. Мен оған бір стақан сүт ысытып бердім. Шамды өшірдік. Өзімді бозбаладай толқып тұрдым. Бірақ көйлегінің түймелерін ағыта бастағанда кенеттен қатып қалдым. Оның арқасы, иықтары мен қолдарында ескі тыртықтар бар еді. Тағдырдың азапты картасы секілді. Жүрегімді үрей мен үмітсіздік басты. Мен сілейіп қаттым. Саусақтарым көйлектің түймелерінде тоқтап қалды. Тынысым ішінде тығылды. Әлсіз шам жарығы оның арқасы мен иығын, қолдарын тіліктей тілімдеген ескі, терең тыртықтарды айқын көрсетіп тұрды. Бұл мен білмеген, мен қасында болмаған жылдардың азапты ізі еді. Ол үнсіздігімді сезді де баяу бұрылып, денесін қолдарымен жабуға тырысты. Көзінде ұялу емес, жан қинайтын бір мойындау. Үнсіз жазмышқа бағыну бар еді. Әлде қашан біреу оның тәніне қашалған қасірет картасын көреді деп күткендей. Менің қорқынышты екенімді білемін, деп сыбырлады ол. Өмір мені аямай тастады. Жанына отырып қалдым, не айтарымды білмей. Жүрегімде үрей, аяныш бәрін түсінуге деген құштарлық арпалысып жатты. Қолын ұстап, қатты қыстым, үнсіз берген сертімдей. Маған айтып берші, өтінемін, дедім үнім дірілдеп. Содан ол баяндап кетті.
Ол ата-анасы мәжбүрлеп ұзатқалы бері өмірінің қалай түрмеге айналғанын айтты. Күйеуі ауылда сыйлы, дәулетті болғанымен қатыгез әрі аяусыз екен. Қақпа артында ол әрбір ұсақ нәрсе үшін соққыға жығылатын. Ас жеткілікті, ыстық болмағаны үшін, көршіге күлімсірегені үшін, үнсіз қалғаны үшін. Жылдар бойы оның денесі зорлық-зомбылық аренасына айналды. Арқасындағы тыртықтар қамшыдан қалған, ал қолдарындағы іздер күйіктер мен лақтырылған заттардан. Бірақ ең терең жаралар терісінде емес, жан дүниесінде еді. Мен бәрін балалар үшін көтердім, деді ол көз жасын төгіп. Олар анасынан айырылмасын дедім, қашар жерім болмады. Ата-анам теріс айналды. Ал ол заманда ешкім сыйлы еркекке қарсы шықпайтын. Үндемедім, тістеніп бәріне көндім. Ол кенеттен жүрек талмасынан қайтыс болғанда, әйелім алғаш рет болған бостандықта сезінген. Бірақ ол бостандықтың ішінде үрей мен қорқынышта болған. Естеліктері әлі де қинап, ойы тұтқында қала берген. Сол үшін ол жылдар бойы бірде бір еркекке жақындай алмапты. Әңгімесін тыңдап отырып, көз жасымды тия алмадым. Оның өмірін өз қиялымда басқаша елестетіппін. Есімде ол әлі күнге дейін бозбала шағындағыдай шат күлкілі, нұрлы көзді, жастық иісі аңқыған қыз еді. Ал қазір алдымда қасіреттің таңбасын арқалаған әйел отыр. Оны құшақтай алдым. Көйлектің иықтан төмен сырғуына жол беріп, ұялма жаным, әр тыртық сенің тірі қалғаныңның дәлелі. Мен қорқынышты ештеңе көріп тұрғаным жоқ. Тек қайсарлық пен батылдықты көремін. Ол ұзақ жылдары жылады. Құшақтап отырғанымда жылаған сайын жылдар бойы ішіне жинаған көз жасы тасқын боп ағылды. Ол түні біз қартайған адамдар емес, ақыры табысқан екі шаршаған жан едік. Үйленген соңғы өміріміз ертегі болмады. Оның жарасы тек тәнінде емес, жанында да екенін тез түсіндім. Түнде айқайлап оянатын, қолымды көтерсем селт ете қалатын. Мен жай ғана кесеге ұмтылсам. Бірақ сабырмен, мейіріммен оның қорқынышын сейілтуді бастадым. Күн сайын қайталап айттым, сен қауіпсізсің, енді ешкім саған қол көтермейді. Оны базарға ертіп бардым, гүл әкелдім. Жастық шағымыздағы күлкілі оқиғаларды баяндадым. Уақыт өте келе оның көзінде қайтадан жарық пайда болды. Көршілер бізді қолтықтасып жүргенде жылы жымиятын. Олар үшін біз ғашық қарттар едік. Ал мен үшін ол өмірдің соңғы сәтінде берген ғажайып сыйы. Айлар өтті, жылдар өтті. Оның денесіндегі тыртықтар қалды. Бірақ оларды қасірет ретінде көрмедім. Олар жабылған тараулар сияқты еді. Әр кеш сайын иығынан сипасам, ол сыбырлайтын. Енді ауырмайды. Және мен оның тек тәні туралы емес, жаны туралы да айтып тұрғанын білетінмін. Біз бірге қарапайым нәрселерден қуаныш таптық. Аулада отырып кофе ішу, бақтан алма теру, жаңбырлы кеште шам жағу және қол ұстасу. Түсіндім, махаббат деген жалын ғана емес, ол қабылдау, емдеу, жанның тыртықтарын құшақтау. Қазір артқа қарасам, білемін, 61 жасымда үйленгеніміз әуестік емес, екінші мүмкіндік болды. Оның өткенін өшіре алмадым, бірақ екеуміз оны жаңа өмірдің іргетасына айналдырдық. Уақыт бізге әжім мен ақша сыйлағанымен жүрегіміз әлі жас, әлі де сүюге қабілетті. Біздің шын мәніндегі үйлену түніміз мен тыртықтарын көрген түн емес, әрбір келесі түн болды. Ол сол түндерде тыныш ұйықтады. Енді ешкім оны ренжітпейді деген сеніммен. Бұл өмірдің ең үлкен сыйы, алғашқы махаббатымды қайта табу және соңына дейін қолынан ұстап жүру.